Адам көп шоғырланатын жерге барма, антисептик қолдан. Мониторинг тобы тағыда қаладағы саябақты бақылау қалды. Ескерту парақшасын таратып аурудың алдын алу жолын түсіндірді. Көшеге серуенге шыққандардың кейбірі бетперде тақпайды, тіпті коронавирус инфекциясының дендегеніне де сенбейді. Медициналық маска тек науқастар үшін деп ақталғандары да бар. Қала көшесіндегі тәртіпті бақылаған топтың жұмысы келесі бейнематериалда. Коронавируске байланысты ақпараттық жұмыс жүргізіп жатырмыз. Маскаңызды киіп отырсаңыздар, мына 3 адамнан көп жиналған кезде, егер сіз бір үйдің адамдары болмасаңыздар, онда маска міндетті түрде, перчатка, жаңағы санитайзер, енді ол өзіңізге байланысты барлығы. Бізге деген тек ақпараттық жұмыс. Кешкілік көшеге шығып, демалыс орындарында тынығуды әдетке айналдырғандар үшін үйден шықпа, көпшілік жиналатын жерге барма деген шектеуді орындау қиынға соққандай. Себебі жиі ескерту берілсе де, қала тұрғындары саябақта қыдырады, бала шағасымен дәмханада тамақтанады. Ал бұл өте қауіпті. Мониторинг тобы адам көп жиналатын 12-ші шағын аудандағы ана мен бала саябағына барып, түсіндіру жұмысын жүргізді. Учаскелік инспекторлар да бар, жазалау үшін емес, аурудың алдын алуға бағытталған бәрі. Так как в данный момент чрезвычайное положение сняли с Республики Казахстан, мы төтенше жағдай режимі жоқ. Біз әкімшілік хаттама толтыра алмаймыз. Бізде тек ескерту беріп, түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Егер дәмхана, мейрамханалар, дүкендер жұмысынан қателік кетсе, материалдарды жинап, облыстық департаментке тапсырамыз. Өзім 2 материалды санитар маманға жібердім. Мониторинг тобы осылайша саябақта жүрген әр отбасына ақпараттық парақша ұстатты. Бетперде тағып, қолғап киіп жүрудің маңызын түсіндірді. Бірі сенсе, екіншісі саябақта мұндай қорғаныш құралының қажеті жоқ деп есептейді. Маскаларыңызды тағып жүрсеңіздер, мынандай жерде адамдар көп. Өздеріңізді сақтандырсайшыңыздар. Мы не верим в то, что маска спасет. Ну, знаете, вот верить, не верить, это уже совсем другое. Раз есть, если носить маски надо в закрытых помещениях или когда человек больной. Дегенмен мұндай түсіндіру жұмысы өз нәтижесін бере бастады. Карантиннен кейін еркін жүрген ақтөбеліктер қайта қорғанып, көбі маскасын шешпей жүр. Ал саябақтарда балмұздақ, тәтті мақта сатылмайды. Тұрғындар мына вирустың болғанына сенбейді. Біздің айтқанымызға да біреулері кекетіп, біреулері күліп, солай қарсы алады. Бірақ оған қарамастан біз өз жұмысымызды атқарып жүрміз. Неге десеңіз, енді қазіргі жағдай өте қиын, оны бәрімізде біз түсініп жатырмыз. Осы жағдайды біздің тұрғындарға жеткізу. Енді қазіргі кезде мынандай памяткаларды да таратып жатырмыз. Енді қазір тыңдамаса да үйлеріне барып, мүмкін оқыр деп. Және осылай да айтып жатырмыз. Енді мына масканы тағу, перчаткамен, жаңағы санитайзерлермен де пайдалану, балаларды сақтау. Неге десеңіз, қарап отырсаңыздар, енді мынау ана мен бала деген саябағы болғасын, балалар өте көп. Сондықтан ата-аналары деген келіп, енді бірге осы демалып жатыр. Оларды да түсінеміз. Енді жазғы кезде балаларды ұстау өте қиын. Бірақ соған қарамастан осы санитарлық шараларды біз ұстасақ, олар да мүмкін осы жағдайды біз аман-есен өтеміз. Өңірде санитария талабының сақталуын қадағалауға 92 мониторинг тобы құрылған. Олар 2000-нан астам тексеру жүргізді. Махаббат Мейрамбекқызы, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.